Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін сіздермен қазақ халқының ұлттық тағамы наурыз көжені дайындаймыз. Нағыз 7 түрлі дәмнен тұратын өте дәмді классикалық рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен жылқының сүрленген еті мен қазысын дәміне қарай тұз қосып, баяу отта пісіріп аламыз. Қазымыз жарылып кетпеу үшін кішкене тесіктер жасаймыз. Бидай және тары дақылдарын жеке ыдыста кезекпен пісіріп аламыз. Піскен етімізді сүзіп алып, орнына дәнді дақылдарды саламыз, мейізді саламыз, құрт қосамыз, және де сорпамыз ыстық болса сәл суытып үстінен сүт құямыз, немесе қайнап тұрған піскен ыстық сүтті құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Етті және қазыны ұсақтап турап, наурыз көженің ішіне салып, барлығын бірге 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Бұл уақыттың ішінде мейізіміздің ішіне сорпа толып, әдемі болып көтеріліп, наурыз көжеге ерекше дәм беретін болады. Осымен біздің көжеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын достар.